Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында өте тез дайындалатын рамен жасаймыз. Ең әуелі қайнап тұрған қазандағы суымызға өзімізге керекті кеспелерді салып аламыз. Қазанға суды көз мөлшеріңізбен қажетті деген суды қайнатып аламыз. Жақсылап жібігенше араластырып қозғаймыз. Өзінің дәмдеуіштерін саламыз. Жақсылап араластырып. Міне жібіді жақсылап араластырамыз. Енді өзінің соусын саламыз. Міне тұз саламыз. Өзінің приправасы және дәмдеуішін саламыз. Бюллон. Енді жақсылап араластырып шамал қайнатамыз. Міне дайын болды. Жай отта қайнатып қоямыз. Бөлек ыдысымызға су құйып, қажетті деген жұмыртқамызды қайнатып аламыз. Міне қайнай бастады. Біздің көжемізге соевый соусымызды 2 ас қасық құйып араластырамыз. Небір дәмханадағыдай рамен болып шығады. Өте дәмді, керемет болып. Қызып тұрған табамызға шұжықтарымызды, яғни сосискаларымызды салып, қызартып қуырып аламыз. Келесі бетіне аударамыз. Міне дайын болды. Енді біз раменымызға, ыдысымызға құйып аламыз. Енді кішкене сорпасынан құйып, жұмыртқамызды салып, сосискаларымызды саламыз. Менің каналым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын!